задача и акимата, и всего правительства – это оцифровать весь город. Оцифровать. Недавно мы в Китае посетили китайскую компанию Hikvision, которая, в принципе, сотрудничает с нашим правительством и акиматами городов. У них, конечно, техника далеко ушедшая вперед. Они оцифровали все основные города, причем оцифровали очень глубоко. Сейчас не буду объяснять, насколько глубоко, всем понятно. То есть нажимаешь на экран и входит цифра, вернее данные на того или иного человека, включая буквально все. Когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Қазақстанда Қытай диаспорасын қалыптастырмау керек. Мына өздерін өз Қытай диаспорасымын деген ана қазақтар бар ғой, соның бәрін жаңағы атаңның басы деп бар ғой, апаратын жерін апару керек Қазақстан. Егер Қазақстанда заңды түрде Қытай диаспорасын, мейлі Қытай болсын, мейлі қазақ болсын, Қытай диаспорасын қалыптастырдың ба, бітті. Ана Филиппин, Малайзия, Индонезияның қалына келесің. Қытай айтады, сен менің диаспорам, анау заңды, сен оған тисең әкеңді көрсетем дейді. Сондықтан мына Қазақстанда Қытайға азаматтық бермеу керек. Және ана сұмырай қазақтар бар ғой, өзін-өзі мен Қытайдың диаспорасымын дейтін, Дүкен Мәсімхан, Омарәлі Әділбек деген. Соның бәрінің жет әкесін танытпасаң қазақ, ертең сенің жет әкеңді, сол сен менің Қытай диаспорама неғып көзімді алайттың деп, солар ертең Қазақстанды билейді сол Қытайдың диаспорасы. Қазағы да Қытай да билейді. Мейлі оның ұлты маңызды емес. Ұлтының таза Қытай болғаны, ана Дүкен Мәсімханның, Омарәлі Әділбектің ұлты қазақ екен, беті қазақ екен деме, жүрегі Қытай олардың. Және олардың қолында Қытай диаспорасы деген статусы бар. Ол қазаққа қарап мен қазақпын дейді, Қытайға барып, Пекинге барып аңырайды. Жаңағы нағашысын көрген жиен құсап, ойбай, Қытайым деп аңырап барып, Си Цзиньпиннің табанын жалап келеді Омарәлі Әділбек пен Дүкен Мәсімхан. Міне біздің каналға салдық, Дүкен Мәсімханның Қытай Компартиясына арнап жазған өлеңі, Қытай Компартиясының 100 жылдығын арнап өлең жазып, сол Қазақстанның азаматы, Қазақстан Қытай тану институтының бастығы, Евразия университетінде профессор, бірдеңе килограмм өлең кітап жазған, бірдеңе километр ешкім оқымайтын өлең жазған, бірдеңе килограмм ешкім оқымайтын кітап жазған, өтіріктен ұрдап жаңа сынайман құрастырған, 15-20 қазақтың интеллигенциялысы құрастырған сөздікті өтіріктен ұрдап менің сөздігім деп шығарды. Міне сол сұмырай, сол қазақ тарихына, қазақ тіл ғылымына қиянат жасаған сұмырай, сол Қытай диаспорасы Пекинге барып, ана Си Цзиньпиннің табанын жалап келеді. Міне 100 жылдығын арнап өлең жазыпты. Компартияның 100 жылдығын арнап. Компартия болмаса, жаңағы мына бақытты заман болмайды, ойбай, Компартия менің жет әкемсің, Компартия құдайымсың деген өлең жазып. Біздің каналға салдық. Міне осы кеше салынды. Дүкен Мәсімханұлының Қытай Компартиясына арнап өлеңі деп. Тыңдатайын десем телефоным болмай тұр. Мына сілтемесін осы мына Фейсбуктың да астына саламыз, Ютубтың да астына саламыз, ана бірінші комментарий жазатын жерге. Инстаграмға да саламыз, сол жерден тауып алып тыңдаңдар. Міне Қытай диаспорасының қауіптілігі. Ертең Дүкен Мәсімхан премьер-министр ма, президент болып отырады. Ана біздің ұрғарларға айтайын жаңа, ұрғар, сен тағымды ешкім алмайды деп отырсың ғой. Сен Құдайда шамасы жетпейді бізге деп отырсың ғой, 1 миллиард Қытай келеді де, сенің көтеніңнен бірді теуіп тасталған шығар. Дүкен Мәсімхан мен Омарәлі Әділбекті Қазақстанның президенті қылып қойғанда біте, бармағыңды сол кезде чайнайсың міне. Мен айтайын енді. Сосын Дүкен Мәсімхан мен Омарәлі Әділбек алады да Қазақстанды мәңгі бақи Қытайдың провинциясы қылып қол қойып тастайды. Бол сосын. Сосын мен қызыңды Қытайға бер, Қытайдан туған жиендеріңді асырап, сосын мен бәрін аттарыңды өзгертіп, жаңағы Дүкен атын өзгертіп, жаңағы Ши Дүкен болады, Омарәлі Әділбек, жаңағы Ли Омарәлі болады. Сосын бүкіл қазақтар жүресіңдер, жаңағы Жансерек, Уаңберек, Ли, жаңағы кім еді? Ли кетесіңдер сөйтіп бір фамилия қойып алып Қытай болып, сосын бақа-шаян жеп, құрт-құмырсқа жеп, жаңағы аштың ұшыны жеп, деп Қытай құсап қомағайланып аузыңа жыбырлап, Қытайдың видеолары бар ғой, мына бір бақа-ма, шаян ба бірдеңені аузына тығады, мына жағынан жыбырлап құйрығы тұра сол хаучынықында мына сүйкімсізденіп ауыздарына салып жеп жатады. Сөйтіп қазақтар құдаларымен бірге бақа-шаян жеп қарық боласыңдар. Міне ойланбасаңдар, абайламасаңдар, ой деп аңырап, домбыраңды шертіп жүргенде, кейін сол домбыраңды Қытай айтады, мен 100 юан берем, биле қазақ десе, маймыл болып билеп, мен 100 юан берем, ақын, Айбек Қалиев, айт енді, айт десе, аңырап сол 100 юанға аңырап,
Құдай қосқан, Құдамедің Қытай-ау, Қытай не деген ау, сен Құдайсың ғой, Құдай емес болсаң да Құдай сияқтысың деп, сол Айбек Қалиев сияқты құдайсыз ақындар өлең арнап кетеді. Мұхтар Шахановың тонда кітап жазады. Ол Қытай деген ежелгі көршім дегеннің әкесін сонда көресіңдер. Ал менің айтайын деген. Сөйтіп, міне Си Цзиньпин Тибетке барып, енді жаңа Тайванға соғыс аша алмайды, Малаймен соғыса алмайды, Филиппинмен аралда соғыса алмайды, Жапония екі бастан күшті, Тайванды қарулы күшпен біріктірем деп еді. Америка бар, осы жуырда ғана бір айдың алдында Тайванға қаруды бере қойғанда пыш етіп жел шықты. Енді Си Цзиньпин келер жылы 2022 жылы тапсыру керек, заң бойынша тақты тапсыру керек. Бірақ бұл иттің баласы заңды өзгертіп қойды. Жаңа екі-ақ мәрте сайланатын Қытайдың компартияның бірінші төрағасы жаңа екі мәрте дегенді алып тастады. Өзінің орынбасарын, ізбасарын әлі бекіткен жоқ. Бұрынғы заң бойынша, мысалы, Жаң Зимин екі-ақ мәрте отырды, орынбасар Ху Жинтауды бекітті. Ху Жинтау екі-ақ мәрте отырды, өзінің орнына ізбасарға Си Цзиньпинді бекітіп кетті. Екі мәрте, әр жол 5 жылдан 10-ақ жыл отырады, 10 жылдан артық отырмайды. Енді мынау өзінің ізбасарын тағайындаған жоқ. Міне осы биылғы міне шілденің аяғы болып бара жатыр, августтың басында Бейдайхада үлкен жиналыс болады, ол дәстүрлі жиналыс. Бүкіл онда жаңа қазір лауазымда отырғанда бар, пенсияға шыққанда бар, Қытайға ықпал ететін де бар, орында нақтылы мансабы да бар, мансабы жоқ, Қытайға ықпал ететін, былайша айтқанда билеу штабы өкілінің бәрі жиналады. Менсионерінен тартып мәнсаптысы. Яғни Қытайдағы үстем тап жиналып, Бейдайхада келер жылғы партияның құрылтайын алдын ала пісіріп алып, келер жылы тек әртіс болып, жаңағы сайлайтын сайлап қояды. Енді мына иттің баласы тағын бермей қоймақшы. Отырып алмақ орнында. Ал отыра білу үшін не істеу керек? Соғыс ашу керек. Соғыс ашу үшін қайда ашады? Тайванға аша алмайды, Кореяға аша алмайды, жаңағы Жапонға аша алмайды, Филиппинға аша алмайды. Бүкіл оңтүстікте, Вьетнам ешқайсысына тие алмайды. Мьянмарға килігіп еді, Мьянмарда әскери жағдай жарияланып кетті. Енді не істейді? Ауғанда соғыс жасау мүмкін, талиб арқылы Орта Азияға былық жасау мүмкін. Енді Тибетке тимек. Себебі жаңа теңіз, шығыстағы теңіздің қай-қайсына соғыс ашса, оған Америка, Еуропа килігеді, ашық теңізден алады да кетеді. Тіпті сол соғысты сол жерді ашқанда бірден Еуропа, Американың килігуіне ұшырайды. Ал міне жер, ой, мынау Инстаграм мазамданды ғой, экран өшіп қайта-қайта. Жаңағы енді мына теңізге тиісе алмайды, қысқасы теңіз жақ бәрі жаңағы жақтың бірден Еуропа, Америка килігеді. Енді адам бармайтын теңіздің дегенде 4000-5000 метр қақаған аяз сол жерде соғыс ашпақ. Ол соғысты кезінде Маузудың ашты. Тибетті жеңіп тұрып, жерді тартып алып, бірақ артынан ол жерді Тибетке берді. Неге? Сақтай алмайды. Азық-түлік жетіспейді, арттан қабдау жетіспейді. Соғыста жеңіп, тартып алған жерін қайтадан айырылып қалды Қытай. Енді мынау соғыс ашпақшы. Оған Сычуаннан Қытайдың 100 миллион Сычуан бар, бықынаған, құжынаған, ең өскен жер. Хынан, Сычуан. Темір жол ең жер шарында ең күрделі тауға жүретін, ең үстіртке жүретін темір жолды жасап жатыр. Оны тездетуге бұйрық берген. Енді сөйтіп теңізбен жанаспайтын, Үндістанмен шектесетін Тибетте бұлар Үндістанмен бір шектелген көлемде соғыс ашады. Ол Үндістанға да керек болып тұр.